Жүрекке пайдалы сусындар. Сәлеметсіздер ме? Есім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог дәрігер. Бүгін сіздерге жүрекке пайдалы топ 6 сусын туралы айтатын боламын. Бірінші, таза су. Таза су жүректің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Әрбір жасуша тіндер және ағзалардың құрамында су бар және қалыпты жұмыс жасауға көмектеседі. Егер ағзада сусыздану болса, бас ауыру, әлсіздік, іш қату тағы басқа жағдайлар болады. Суды қалыпты жағдайда 1,5-2,5 литрге дейін ішу керек. Ол климатқа жасаған жаттығуларыңыздың түріне де байланысты. Тұрақты түрде физикалық жүктеме кезінде жүректің жұмысы арта түседі. Бұл сусыздануға алып келуі мүмкін. Суды дұрыс пайдалансаңыз, жүрекке қанды айдау жеңілдейді. Бұл бұлшықеттерге жақсы жұмыс жасауға көмегін тигізеді. Ал егер сусыздану болса, қанның көлемі азаяды, тіндер мен ағзаларға оттегіні толық қанды жеткізу үшін жүректің жұмысын тездетіп, қарқынды етеді. Бұл жүрек ұстамалары, инсульт тағы басқа да ауыр жағдайларға әкелуі мүмкін. Сондықтан таза суды күнделікті күнде ішіп отыруымыз керек. Екінші, жүзім шырыны. Ғалымдардың соңғы зерттеулерінде жүзім шырыны жүректі және қан тамырларды холестерин бляшкалары пайда болу және зақымдаудан қорғайтыны дәлелдеген. Үшінші, көк шай. Көк шайдың құрамында антиоксиданттар бар. Бұлар қан тамырлардың эластикалығын арттырады, әртүрлі байлармен тарылуды алдын алады және қан тамырларды жақсы кеңейтуге көмектеседі. Төртінші, анар шырыны. Анар шырыны сумен араласқан түрін күнделікті күнде қолданғанда қанның жүрекке жетуін жақсартады және оттегімен қамтамасыз етуіне көмектеседі. Қан қысымын төмендеуіне және холестерин бляшкаларының қан тамырының қабырғасына жабысуын болдырмайды. Бесінші, қызанақ шырыны. Қызанақта көп мөлшерде ликопен, С және Е дәрумендері және бета-каротин бар. Бұлар жүрекке пайдалы. Ликопен қан тамырлар қабырғасын қатайтып, холестеринді азайтады. Қызанақ шырынындағы жасұнық, яғни клетчатка, жаман холестериндерді ыдыратуға көмектеседі. Алтыншы, мүк-жидек шырыны. Орысша айтқанда клюквенный сок. Мүк-жидек шырыны атеросклероздың дамуын тежейді. Жүректің коронарлық тамырларын кеңейтеді. Артериялық қан қысым қалпына келтіреді. Қан тамырларының спазмын азайтады. Жүректің мидың оттегімен қамтамасыз ету үшін жұмысын жақсартады. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментарияға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеле отырыңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман-есен болыңыздар.